Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Шахматты сүйіп көретін, шахматты қолдайтын, шахмат сабағын жақсы көретін, шахмат ойнағысы кеп, үйренгісі кеп жүрген көрермендеріме жалынды сәлем. Бүгін мен сіздерге өте маңызды керемет тақырыптың бірін көрсетейін деп отырмын. Ол тақырып лавля фигура деп аталады. Қазақшаға аударған кезде фигура ұстап алу. Ол өте көп кездесетін тақырыптың түрі. Сабағымызды бастамас бұрын менің каналымды қолдап, бірден лайк басып кетсеңіздер, керемет нұр үстіне нұр болар еді. Ендеше кеттік. Жалпы лавля фигура кез келген тактикалық есептерде қарсыластың негізгі қағидасы, негізгі принципі, ережесі. Ол қорғаусыз тұрған фигураларды іздеу керек көп жағдайда. Негізі связка, двойной удар, сквозной удар деген сияқты есептердің көбісінде қорғаусыз тұрған фигураларды іздейміз. Енді қараңыздар. Бұл жерде фигураны ұстап алуымыз керек. Мынау слон бізде қорғаусыз тұр. Қараңыздар. Мен соған шабуыл жасасам, или вертикаль бағытта шабуыл жасасам, вертикаль бағытта жүріп, ол слон ұсталады. Немесе горизонталь бағытта жүріп жасасам, ол да слон ұсталады. Міне, осындай тәсілді білуіміз керек. Келесі тапсырмада қарайым. Слон тұр, менде 3 пешкі бар. Пешкіні алдыға жүрем, олар жейді, и слон бәрі ұсталды. Көрдіңіздер, фигураны қалай ұстап алдым. Негізі фигуралар екіге бөлінеді. Жалпы біліп алыңыздар. Олар жеңіл фигуралар және ауыр фигуралар. Тяжелые, легкие. Жеңіл фигураларға ат пен слон жатады, конь мен слон. Ал тяжелый фигураларға, ауыр фигураларға ферзь мен ладья жатады. Жалпы бізге фигура ұстап алу деген кезде осы 4 фигураны еске аламыз. Слон, конь, ладья, ферзь. Король пешкіні ұстап алмаймыз. Бұл жерде тек фигурамен жұмыс жасаймыз. Келесі тапсырмада қараймыз. Мысалға, мына жерде мысал ретінде атты алып барамын. Ферзь ұсталды, жүретін жері жоқ. Келесі тапсырмада қараймыз. Бір слон атып тұр, ладья бос тұр. Екінші слонды алып барам, диагональный бағытта, ладья ешқайда қаша алмайды, тек қана слонды береді, немесе ладьяны тегін береді. Бұл жерде құтқару үшін слонды беруге тура келеді, ладья қашады. Бұл жерде фигура ұтып алдық, как минимум. Енді қараңыздар. Мен сіздерге жеңіл түрін көрсеттім, бұндайдың ауыр түрлері кездеседі. Енді мен есеп шығарайын, сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын. Каналды қолдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ферзьді қарап отырсаңыздар, мына жерде ыңғайсыз жағдайда тұр. Мына фигурада ыңғайсыз жағдайда тұр. Бірақ бұл фигураны шабуылды елестетіп көрем. Шабуыл жасайым, бірақ қашады. Екіншіден шабуыл жасағанда атымды тастап кетеміз. Значит, корольдің алдын жағдайда, көп жағдайда аша беруге болмайды. Бірден көзге түсіп тұр, ферзьге шабуыл жасайым. Қайда қашады? Сұрақ. Еш қайда қаша алмайды, барлығы бос емес. Слондар екеуі қиып тастады. Төменге қарай пешкі, артқа слон. Міне, слонды жүрдім, есеп шешілді. Ферзін беруге тура кетті. Келесі тапсырмада қараймын. Қандай? Бұл жерде ешқандай ұстап алатын мүмкіндік жоқ. Аттарда ешқандай секіргеннен ешқайда пайда жоқ. Бірақ көп жағдайда корольдің қаппалынан ашқан кезде бұл диагональ бағыт ашылады. Бұндай жағдайдың көп тактикалық есептерде осылай ферзь шығарсаңыздар бар болғаны. Енді екі тәсіл бар бұл жерде. Қазір көрсетем. Пешкімен жабады, немесе король қашса деген сұрақтар. Екеуін де қарастырамыз. Пешкімен жапса, мен жай ғана жеймін, ол жейді, и ладьясын ұтып аламын. Бұл да фигураны ұстап алдық. Бұл қандай? Плюс связка тақырыбы. Фигураны связка арқылы ұстап алдық ладьяны. Енді сұрақ туындауы мүмкін. Ағай, бұл жерде жаппай корольмен қашса не істейді деген сұрақ. Өте орынды сұрақ. Ол кезде жай ғана шах береміз. Король қашады. И қарастырамыз, бұл жерде мат бар ма, жоқ па деген сияқты. Атпен шах беріп көреміз бұлайынан. Тағы бір нәрселер бар ма? Бұл жерде енді мен бір айтарлықтай көріп тұрған жоқпын. Сондықтан бұл жерде шах беруді есептеу керек. Мат болатын болса, есептейсіздер. Мат жоқ болатын болса, сол баяғы связкаға жүрсеңіздер болады. Шах береміз, двойной удар. Енді король қашқанмен толық жоқ, тегін жеп аламыз. Олар әрине жейді, сол баяғы связкамен түседі. Бұлай да сіздер просто көрсетіп жатырмын, елестетіп көріңдер. Негізі ладья ұтып аламын емес, бір нәрсе ұтып аламын емес, мат тұрса матты қойған жоғарырақ. Келесі тапсырмада қарайым. Олар менің данный момент атымды жеді. Бір фигура ұтып тұр. Енді мен не істеуім керек? Мен қазір бір фигура ұтылып тұрмын. Мынаны жесем, ол ары қарай жейді. Былайша айтқанда, менде бір ешқандай мүмкіндік бере ма, бермей ма? Маған ешқандай бір не алып келмейді, жеңіс алып келмейді. Мынаны жесем, бұл жай ғана размен болады. Қайтарам фигурамды, былайша айтқанда. Значит, тағы бір жаңа бір нәрсе іздеп көрейін.
Басқа не бар менде? Давайте шах беріп көрейік. Жапса жеймін, баяғыда жеуге болмайды, шах берем. Жабуға болмайды, слонмен жеймін. Ол жей алмайды. Мына жақтан келді. Еще открытый шах грозит. Ладья висит. Ладьяны жейін деп тұрмын. Сондықтан ол жабуға менімше болмайды сияқты шах берген кезде. Тек қана қашу керек. Ода екі вариант бар. Мында қашуға болмайды. Бірден мат алады слонның арқасында. Көріп тұрсыздар. Шах. Олда онда екі жүріс бар мында. Мында немесе мында. Мен шах берген кезде. Оны қарастырайық. Егер мында шах берген кезде мен онда шах берем. Король былай қашады. И атпен мат береді екен. О, көрдіңіздер, иә? Мында қашуға да болмайды екен. Үш ходтан мат тұр. Значит, мен шах берген кезде тек мында қашады. Онда мен аяқтан шах берем. Онда бәрібір сол матқа келеді екен. Былайша айтқанда матқа қалай айналса да матқа келіп тұр. Шах. Жедім, жеді и жедім. Енді ода сұрақ туындауы мүмкін, ағай ол жемеуі мүмкін ғой. Онда қаша берсін, онда шах. Онда сол баяғы матовый атаканы іздеп көрем. Онда былайынан бәрібір мат болады екен. Керемет мат, көріп отырсыздар, король қаша алмайды. Жемесе бәрібір мат алады. Жемейін десе ладьясы кетейін деп тұр. Жағдай өте қиын. Иә, көрдіңіздер. Мен жаңағы сізге есепте көрсете салайын, жаңағы варианттарын түсінбей жатқан көрермендерім болатын болса, міне жаңағы айтқан матым осындай тұғын. Міне мат, король мат алды, ешқайда қаша алмайды. Түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде жаңа мен айтқандай, мында қашса, онда бәрібір сол неге келеді, король жүреді, шах, былай и мат. Та басқа қалай қашу мүмкін? Мында қашса, онда сразу мат. Мында қашса, онда не істейміз? Ферзбен жабалады екен онда. Онда баяғы тәсілге саламыз. Так. Онда не жерде болмайды екен ғой, басқа не істеуге болады онда? Так, ойланып алайық. Шах, 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 шах. Онда мына жерден шах берсем, ол қашып кетеді екен, е? Жоқ, қаша алмайды ғой. Шах берсем, кстати, ферзбен жабады. Ойланатын нәрсе екен. Ойланатын нәрсе екен. Онда мен шах берсем, ол қайтадан мында барады. Шах берсем. Ода пайда бар ма? Атпен шах беруге болады. Өте қызықты тапсырма. Мына жерде ойлану керек. Суть задача шешілді. Енді бұл жерде бір нәрсені ойластыруға болады, ұзақ ойлануға болады, так басқа не істеуге болады екен. Интересно. Шах, мында қашса. Так, жаңа мында қашып кетеді. Интересно, интересно. Бұл қалай есепті берген да, маған таң қалып тұр. Мына жерде бір фигура атуымыз керек қой кемінде. Әдемі шешіліп тұрады, мына жерге келіп, сәл қиналып қалдық. Өте серьезный тапсырма. Шах, былай барады. И не істейміз. Сұрақ туындайды. Кәдімгідей мықты тапсырма. Фигура қалай атамыз? Сол қызық болып тұрған маған, как минимум. Шах, былай жабады. Так, фигура аталмасақ, пешка тады екенбіз. Задача солай берілген сияқты кейде болады. Енді өздеріңіз маған комментарийға жазыңыздар. Мен ұзақ ойлансам, бір нәрсе табуға болады шығар. Как минимум пешка күтіп алуға. Бұл жерде былай жай жасасаң да позиция керемет деп ойлаймын. Өйткені қараңыздар. Король рокировкадан бұзылды, бір пешка менде. Оларда 6 пешка, менде 7 пешка. Позициям керемет деп ойлаймын. Бұл жерде жай ғана жеңіс. Бізге енді бір жерде есептік шарты бойынша бізге жаңағы вариантты көрсетіп тұр. Ладно, бұл жерде тоқтамайық, уақыт созбайық. Кеттік, келесі тапсырма. Ферзь өте қауіпті тұр. Бұлай шабуыл жасасам, мына жаққа барады, и бұлай ладьямен барсам ұсталды. Басқа бір жерде атпен ешнәрсе істей алмаймын, бәрі ешқандай пайда алып келмейді. Сол мен айтқаным дұрыс болып тұр. Көрдіңіздер, қалай ойлану керек. Қараймыз. Мына аттың көп барар жері жоқ. Мына қараңыздар, қарсылас бұлай жүрді да, единственный жалғыз ғана аттың жүрісін жауып тастады. Кездейсоқ, ойлаған жоқ олай. Мен жай ғана шабуыл жасаймын, аттың мәселесі шешілді. Қараңыздаршы қалай. Ат действительно шын мәнінде еш жерге жүре алмайды. Енді қараймыз келесі тапсырмада. Баяғы тәсіл шах, жейміз и ладьяны атамыз. Міне, осылай есепті шығарып жаттығу керек. Міне, жалпы міне, қараңыздар. Атпен мен атымды қуды, мен қашуым керек. Қашуыммен, шабуылмен сразу көзге түсіп бір. Ладья ұсталды бір жағынан. Қараңыздар қандай керемет.
фигурамен жеңіске жету оңай. Мына жерде жеуге болмайды, ферзь кетейін деп тұр. Значит, мына ферзь қақпанда деген сөз. Енді ойланайық, бұл ферзьді қалай ұстап алуға болады? Менде екі ладьяны екеуінде мен мына жерге қоя аламын. Ферзь қайда қашады? Мысалы қара, бірінші ладьяны қойдым. Ол бір ақ ходы бар. Және екінші ладьяны алып келем. Ұсталған жоқ па? Ода бүйтіп жүргенде бір атпен бір секіретін, бір нәрсе қылатын мүмкіндігі жоқ. Барлығында мен жеп үлгерем. Сондықтан жай ғана шабуыл, и ферзь ұсталды. Көрдіңіздер, қалай ойлану керек. Қараймын. Ферзьдің мәселесін қалай тағы да шешуге болады? Қара балам, бірінші ферзь мына жерге екі жерге бара алмайды екен, ең маңызды керек жерлер. Мына жерлер бос емес, мына ат қалай керемет тұр менде. Значит, не істеу керек? Ферзьді ұстап алу керек. Ол маған ешқандай контрудар жоқ. Контрудар болуы мүмкін, бірақ тегін жеп алам. Мен онда жай ғана ферзьге шабуыл и ұстап алдым. Бір ходпен ферзьдің мәселесі шешілді. Баратын ешқандай жері жоқ, барлығы бос емес, тексерсеңіздер. Қараймын. Менің атымды жейін деп тұр. Бірақ менде контрашабуыл бар. Міне, осындай көп кездеседі. Пешкіні бересіздер, мұндай шабып хитрый жасап, и бұлай ұсталып қалып жатады. Қараңыздаршы. Ферзь жай ғана ұсталды. Баратын бірде-бір жері жоқ, барлығы бос емес. Міне, сондықтан ферзьді ерте шығаруға болмайды. Бұл да бір ескерту деп ойлаймын. Көп ойыншыларымыз начинающий осылай ерте шығарады, и осылай әдемі таяқ жейді сосын. Келесі тапсырмада маған шақ қойды. Айтады: мен наны беріп тұрмын дейді саған. Мен оны жесем не болады? Ол ферзьбен жейді. Мына жерде дұрыс. Енді ферзь ұсталып тұр, сондықтан атын беріп, мен ферзьбен құтылам деп ойлап тұр. Ал на самом деле ол құтылмайды. Неге? Сөйткені ладья тағы ары қарай шабуылды. Мен оны көрдім, жасамай тұр. Сіздер де осылай есептеп үйреніңіздер. Келесі тапсырмада қараймын. Не мәселе? Ферзьдің тұрған жерін қараймын. Аттың тұрған жерін қараймын. Ладьяның тұрған жерін қараймын. Менің фигураларым қарай болса. Мен ферзьге шабуылды іздеп көрем бірінші. Бірден көзге түсіп тұрған ол ладья. Сұрақ: ферзь қайда барады? Мына жерге бара алмайды ат, мына жерге бара алмайды ладья. Ол не деген сөз? Ол ферзь қақпанда деген сөз. Ол бұлай жүрді, жүргеніне қарайсыздар. Абай болыңыздар, и жай ғана атпен қаша саламыз. Так, кеттік. Осылай фигураларды шеше бересіздер. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ең бастысы каналымызға жазылып, қолдап, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Олжас ағай. Келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.